Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеомыз асқабақ дәнінің адам ағзасына қаншалықты пайдалы екеніне тоқталатын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз. Және каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Асқабақ дәні дертке шипа. Асқабақтың ішіндегі дәнегі адам ағзасына қажетті дәрумендердің, минералдар және амин қышқылдарының қоймасы екенін көп адамдар біле бермейді. Оның құрамында В тобының А, С, Д, Е және К дәрумендері, сондай-ақ кальций, селен, калий, темір, фосфор және магний бар. Ол мырыш пен асқабақ қышқылына өте бай. Бүгінгі видеомызда денсаулыққа пайдасы көп асқабақ тұқымын қандай ауруларда жеу керек екендігін айтатын боламыз. Бірінші, ұйқысыздық. Асқабақ тұқымдарын ұйқының бұзылуынан, соның ішінде ұйқысыздықтан зардап шегетін адамдарға жеу ұсынылады. Олардың құрамында бақыт гормоны, серотониннің қалыптасуына қатынасатын триптофан деп аталатын құнды амин қышқылы бар. Соның арқасында стресс деңгейі төмендеп, ұйқы жақсарады. Екінші, бүйрек аурулары. Асқабақ тұқымын бүйректі тазартуға, циститті емдеуге қолданады. Сонымен қатар, асқабақ тұқымын зәр шығару жүйесі аурулары мазалағанда қолдануға болады. Сондай-ақ аурулары бар науқастарға асқабақ пен зығыр тұқымынан қайнатпа дайындап, оны күні бойы ішуге кеңес беріледі. Үшінші, сүйектің әлсіздігі. Жоғарыда айтып кеткендей, асқабақ дәнектерінің құрамында мырыш көп, ал ол сүйек тінінің нығаюына ықпал етеді. Мырыш буынға да пайдалы, демек артрит сияқты аурулардың алдын алуға көмектеседі. Төртінші, ішектегі паразиттер. Асқабақ дәнегі ішек құрттарымен күресудің ең танымал әрі тиімді тәсілдері. Әрбір дәнекті қаптап тұратын жасыл түсті жұқа қабықша кукурбутин деп аталатын амин қышқыл. Бұл зат ішек паразиттерін жансыздандырады және олардың тез жойылуына ықпал етеді. Ішек құрттарын түсіретін дәрі дайындау үшін бір уыс асқабақ тұқымын ұсақтаңыз. Міндетті түрде жұқа қабықшасы болуын қадағалаңыз. Үстіне аздап су мен бал қосыңыз. Дайын болған қоспаны аш қарынға бір шай қасықтан қабылдау қажет. Одан кейін іш жүргізетін дәрі ретінде майсана майын қолдануға болады. Бұл тәсіл ересектер мен 2 жастан асқан балаларға арналады. Бесінші, қартаю. Қартаю процесі ешқандай дерт, ауру емес. Бірақ сонда да бұл процесті баяулатуға болады. Асқабақ тұқымда кездесетін кальций, калий, темір, натрий, мырыш, фосфор, мыс және марганец қалқанша безінің жұмысын реттейді. Жасушалардың қалпына келуін тездетеді және көру қабілетін сақтауға көмектеседі. Омега-3 және омега-6 май қышқылдары терінің, шаштың және тырнақтың саулығын сақтайды. Қуырылған емес, шикі асқабақ тұқымдары пайдалы. Күніне бірнеше бөлікке бөліп, 100 грамм асқабақ тұқымын жеуге болады. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша данның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер.